Жалпы бізді ата-анамыз немесе қоғам былай үйретті. Өткен шақ осы шақ, болашақ. Шындығына келген кезде өткен шақ пен болашақ жоқ. Өмір деген ол постоянный реальность. Постоянно осындай толқындардан тұрады. Осы шақтағы толқындардан тұрады. Понимаете? Никогда сіздер осы шақта, сіздер мына жақта тұрып, мына жаққа қайтып бара алмайсыздар. Мына жақта тұрып, мына жаққа болашаққа бара алмайсыздар. Осы шақтағы толқынды сезімдерді тек сіздер өздеріңіздің ойларыңызда ғана ала аласыздар. Осы жаққа берген толқынды өткен жаққа жібергендіктен бұрынғы оқиғаларға, ситуацияларға зависти етіп қалғандықтан, болмаса болмаған әлі болашаққа қатты ойлана берген соң бүкіл осы жердегі толқындарыңыз мына жаққа кетеді да, күшіңіз, энергияңыз осы шаққа энергия қалмай қалады. На самом деле өмір мынау өткен шақ, осы шақ, болашақ деген бұл тізбекпен емес, мына тізбекпен жүреді. Мына жақта минус шақ, мына жақта плюс шақ деген сияқты. Мына плюс жақта қараңыз, қуаныш, махаббат, молшылық, ақша деген сияқты бөлінетін болса, ал төменгі жақта қарыз, қорқыныш, ашу-ыза, ауру деген сияқты тізбектерден тұрады. Так, қараңыз, өмір осылай жүреді. Уақыт осылай жылжиды. Вот. Мынау сіздің веткаңыз болатын болса, мынау жаныңыздағы тура сіз сияқты бір адамның веткасы. Сіз мына қорқыныштың этабында жүрген болсаңыз, осындай травманың этабында жүрген болсаңыз, сіздің айналаңызда тура сондай адамдар жүретін болады. Тура осындай этаптағы, осындай процесте жүрген адамдар сіздің жаныңызда болады. Мысалы, қарызға көп батып кеттіңіз, жаныңыздың бәрі қарызға батқандар болады. Енді қараңыз, бүкіл ашу-ыза, кекті, қорқынышты, қарыздың барлығын жеңдіңіз, неяқтың бәрін жеңіп тастадыңыз да, сіз барлығы өмірдің заңдылығын төбеге өттіңіз, оны төбедегі реальностьқа өтетін болсаңыз, мынау молшылыққа өтетін болсаңыз, сіздің жаныңызда тура осы толқынды тарататын, молшылықты, махаббатты тарататын адамдар жаныңызға жинала бастайды. Сіз қай толқындасыз, сіздің айналаңызда тура сондай толқындағы адамдар болады. Вот. Особенно бір-бірлеріне травмаларын ұқсамаса, бір-бірлеріне балалық шақтарын ұқсамаса, адамдар бір-бірін мүлде тартпайды, мүлде бір-бірімен тіпті сөйлесе де алмай қалады. Сондықтан травмасы ұқсас адамдар бір-бірінен кезігеді, травмасы емделген кезде бір адам тастап кетеді. Ал мына адам емделмей қалатын болса, травмасын сол жерде қорқыныштың айналасында өмір сүріп жүре береді. Сондықтан мына веткадан емес, осы веткамызды есімізге түсірейік. Дәл қазір қандай нәрсе болып жатыр өміріңізде, қандай этап болып жатыр, айырмашылығын көріп үйренейік.